Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл пирожки үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалынады. Жақындарыңызға жасап беріп, қуантыңыздар. Бізге ең алдымен жылы сүтімізге тұзымызды салып, ергенше араластырып аламыз. Дрожжымызды салып, бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Алдын ала елеуіштен өткізілген ұнымызды дайындап алып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, орташа жұмсақта болу керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше начинкасына кірісеміз. Картошкамызды осылай езіп алып, қайнаған соң қызып тұрған тапамызда пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді ашыған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттердің түрлері бар. Осы рецептің астына өз комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Осылай қамырымызды жайып, қолымызбен начинкамызды салып, қызып тұрған тапамызда майымызды орташа отта қойып, әдемілеп пирожкимізді пісіріп аламыз. Біздің пирожкиміз дайын, дәмі өте керемет, жұмсақ. Видеоны өткізбей көргеніңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.